Қараңдаршы, біз су асты әлеміне едік. Қандай тамаша, иә балалар? Кәнеке бірінші біз шоқтық шеңберді жасап алайық, иә? Кәнеке маған қараймыз. Армысың алтын күн, армысың жер ана, армысың достарым, сендерді көрсем қуанам. Балалар, енді назарыңызды экранға аударайық. Бұл не айқай-шу, бұл қандай бассыздық? Менің әлеміме менің рұқсатымсыз келіп жүрген кімдер болды екен, а? Бұл сендер ме? Сендер шайтан жай бұл әлемде саяхаттай алмайсыңдар. Ең әуелі менің шарттарым мен тапсырмаларымды орындасаңдар ғана мен өз рұқсатымды беремін. Ал орындамасаңдар, мына су түбіндегі зынданға қамаймын. Келісесіңдер ме? Балалар, біз алтын балыққа көмектесеміз, Дегенсіңдер, онда бұл әлемге саяхаттауға рұқсатымды беремін. Олай болса, су асты әлемін тамашалаңдар. Алтын балық бізге рұқсатымды берем дейді. Келесің көрейік. Менің мына қорабымды ашыңдар. Осы қораптың ішінде жоғалған сандарым бар. Сол сандарды табуға көмектесіңдер. Оны жайдан жай таба алмайсыңдар. Тапсырмаларды орындау арқылы сандар табылады. Қанеке, олай болса менің әлемімді аралай отырып, тапсырмамды орындап, жоғалған сандарымды табуға көмектесіңдер. Бірге іздейік. Балалар, алтын балықтың жоғалған сандарын табуға көмектесеміз бе? Қараймыз, балалар. Қане қарайықшы. Саны жоқ екен, қане салайықшы. Екі саны жоқ екен. Қандай сан жоқ? Бес. Сонда бізде алтын балықтың 2 мен 5 саны жоқ екен. Ал санын табуға көмектесеміз бе? Балалар, сендерге жаңа айтып алдым. Сендер жайдан жай санды таба алмайсыңдар. Сендерге тапсырмалар беріледі. Сол тапсырманы орындасаңдар ғана алтын балықтың сандары табылады екен. Ал ендеше балалар, мына жаққа қарайық. Мен сендерді таныстырайын. Қане қараймыз, сіздер қараңдар балалар, мына жаққа қарайық. Мұнда сендерге балалар көптеген орталықтар бөлінген. Кім қандай орталыққа барғылар келеді, сол жерде тапсырмалар бар екен. Соны орындаймыз тапсырманы. Қанеке қараймыз. Балалар, мына жерде бізде шығармашылық орталығы бар екен. Мына жерде бізде сауат ашу орталығы бар. Ал мына жерде математика орталығы бар. Ал мына жерде құрастыру орталығы бар. Енді балалар, кім қай орталыққа барып тапсырманы орындағысы келеді, сол жерге барып отырамыз. Кім қай тапсырмаға барып отырамыз? Қанеке балалар, мына жерде бізде бір тапсырма берілді екен. Қанеке оқиық. Балалар ерекше әдіс тәсілдерді қолдана отырып, су асты тіршілік иелерінің суретін салады. Оларды балалар суретті біз түрлі түсті бояғыштармен бастырамыз, иә? Сендерге тапсырма түсінікті ғой, иә? Әлі бастамаймыз балалар. Қазір басқа балаларды түсіндіреймін, сосын сендер бәріміз бірге бастаймыз. Келесі балаларға тапсырма. Су асты жануарларын тауып толқынға орналастырасыңдар дейді.
Балалар жануарлардың атын атаймыз содан кейін. Су туралы балалар тапсырма бергендері балықтарға інжу маржан тастарын жинауға көмектеседі. Әр балаларға балықтар берілген, сандармен. Осыған кімнің балығында қандай сан тұр, соған інжу тас маржанын қоямыз. Келістік па? Жарайсыңдар. Балалар, сендер үлгіге қарап, таяқшамен бейнесін саласыңдар. Келістік па? Сендерге балалар берілген тапсырма балықтарға сүйегін жинауға көмектеседі. Әр бала қалташасы бар балықтар беріледі. Таяқшаларда әріптер тұр. Осы әріпке балалар мына жерге үлгіге қарап, балық деген сөзді сендер жазамыз кәнекей. Бастаймыз ба? Түсінікті ме балалар? Ал енді бастайық. Ал кәнекей. Брали, басса, баққан. Балық бар. Тіршілетін жәндіктерді көрейік, кәнекей. Мынау топ бізде дұрыс жасапты, жарайсыңдар. Мынау не бізде балалар? Балық. Мынау не? Тасбақа. Мынау? Шая. Мынау бізде? Дұрыс айтасың. Ана жақта да көрейік, кәнекей. Нұрали, кәнекей, бұл жақта жақсы жасапты тапсырманы. Мынау не бізде? Балық. Мынау? 8 аяқ, неше аяғы бар екен? 8 дұрыс айтасыңдар. Мынау не бізде? Су астында жүретін тасбақамыз. Жарайсыңдар. Дұрыс жасапсыңдар сендер балалар. Қыздар, кәнекей, тапсырманы орындадық па? Малика, қандайсың? Неше маржан тас қойдың? 1. Түсі қандай балығының? Дұрыс айтасың. Ал бізде қаншайым? Түсі қандай? Неше маржан тас салдың? Неше сан тұр сенде? 2. Дұрыс айтасың. Түсі қандай балығының? Сары. Қандай сан сенде? Неше маржан тас жинадың? 3. Жарайсың. Аялу қандай түсі балығының? Неше сан сенде? 4 маржан тас жинадың. Ал сенде неше қазір? Күлгін түс. Неше сан сенде? Неше маржан тас жинадың? Жарай, 5. Дұрыс айтасың. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы өте керемет орындапсыңдар. Балалар құрастыру жасапты. Абдуазиз, қандай нені құрастырдың сен? Жұлдыз? Дұрыс айтасың. Ал Данир, сен не құрастырдың? Балық. Жарайсың. Өте керемет тапсырманы орындапсың. Көрейік не орындаған бізде? Клементий. Не істедің, Клементий? Бұл не бізде? Не? Айтамыз. Жарайсың сен. Дұрыс айтасың. Міне Клементийдің жасағаны. Жарайсың, Клементий. Ал бізде не жасады Ақшана? Балық жасапты. Дұрыс, жарайсың. Өтесің мұны? Акула. Ол не бізде? Дельфин. Дұрыс айтасың. Жарайсың. Қандай керемет. Бізде не жасады? Не бастырды? Жұлдыз? Дұрыс айтасыңдар. Жарайды. Мінекей балалар балық деген сөзді құрастырып жазыпты. Балалар, енді балалар бәріміз назар аударайықшы. Бұл бізде Б. Қандай дауысыз ба, дауыссыз ба? Дауыссыз. Қандай түспе беріліп тұр? Мынау бізде қандай? Дұрыс айтасыңдар. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыс. Қандай түспен? Қызыл. Ұлы. Дауысты ма, дауыссыз ба? Айтайықшы, ұлы. Дауыссыз. Қандай түспен? Көк.
орындарындағы. Ал енді балалар орныңыздан тұрып, мына жерге келіп, шартты қойып, сергіту сәтін жасайық. Қанеки. Бірге сергіту сәтін жасап аламыз, е? Қане. Су қандай таза, кәне, алыстай суда жүзейік. Ауа жеңіл, ауа таза, құс сияқты қамыстап ұшайық. Сияқты ұшамыз. Топырақта өмір бар, гүлдеп өсейік. Өсеміз. Семіз бәріміз бірге. Бірлесек, Қанеки. Жарайсыңдар балалар. Неке бойымыз бір сергіп қалды, е? Ал енді балалар, келесі тапсырма сендерде. Мен сендермен мақал-мәтел сұрағым келді. Сендерден балалар, біз мақал-мәтел білеміз ба? Иә, барлығымыз білеміз. Ал енді Қанеки біз есімізге түсірейік балалар. Мақал-мәтелімізді, е, Қанеки? Бірге қараймыз суретке. Бұлар бұлақ көрсең, көзіңді ач. Дұрыс айтасыңдар, біледі екенсіңдер. Келесін қараймыз. Бұлақ, білім, өмір, шырақ. Дұрыс айтасыңдар, білім, бұлақ, білім, өмір, шырақ. Ал енді соңғысы көрейік. Білім. Дұрыс. Білім еңгемен құдық қазғанда. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, Қанеки тағы да экранға назар аударайық. Кішкене балалар алысырақ тұрсаңдар қалай қарайсыңдар? Кішкене алыс тапсырманы қараймыз. Мұқият. Барлығымыз білеміз, е? Біздің су астындағы тіршілік ететін жәндіктерді. Бұл не бізде? Қазір көрейік дұрыс па екен? Дұрыс, жауабы дұрыс екен. Келесіні көреміз. Бұл не? Дұрыс айтасың, жауабын көрейік, дұрыс па екен? Дұрыс дейсіңдер, дұрыс жауап берді. Дельфин, дұрыс айтасыңдар, қараңыз, дұрыс па? Дұрыс. Бұл бізге балалар көрейін. Дұрыс дейді балалар, дұрыс біледі екен. Дұрыс айтасыңдар, бұл бізде дұрыс айтасыңдар, балық екен. Дұрыс айтасыңдар, шаян екен. Алма не бізде? Дұрыс айтасыңдар, теңіз кірпісі. Дұрыс айтасыңдар, мынау? Дұрыс, теңіз жылқысы. Жарайсыңдар балалар. Сендер барлық судың астында жүретін жәндіктерді біледі екенсіңдер. Жарайсыңдар. Балалар, енді тағы да экранға назар аударайық. Балалар, енді қараңдар. Мінекей сендер балалар бәр тапсырмаларды орындап шықты. Енді біздің алтын балықтың жоғалған сандарын да таптық. Қанеки, қандай сан? Бірден кейін қандай сан болу керек? Дұрыс айтасың. Ал буазина қойы ғой екі санын. Ал екі саннан кейін қандай сан? Қандай сан? Үштен кейін қандай сан жоқ? Төрт бар. Төрттен кейін қандай сан жоқ? Бес деген сан. Дұрыс айтасың. Аделина қойы ғой бес сан. Мына жерге қойып, Аделя. Мына жерге қой, мына жерге. Басламын. Жарайсыңдар балалар, не көріңдер ма сендер? Жоғалған санның барлығын